Assalamu alaikum dostlar, қалайсыздар? Бүгінгі түскі асымызға балаяммен бірге өте дәмді спагетти дайындайық. Ең алдымен пиязымыздың, сәбіз бен картофеліміздің қабығын ашып, жақсылап тазалап аламыз. Тазалап алған картофелімізді, сәбізімізді, пиязымызды ұсақтап тураймыз. Мен бұл жерде картоп пен сәбізді турауға арнайы ирек пышақты пайдаландым. Әдемілігі үшін сіздер өздеріңіз қалаған формада турасаңыздар болады. Жарты пиязымды және қатырылған асқабақ тәтті бұрышты ұсақтап турап алдым да, видеодағыдай етіп барлығын бір тәрелкеге жинақтап қойдым. Қуыруға болатын гхи майын пайдаландым. Бұл жерде паприка қосылған түрі. Гхи майын салып, оның үстіне тауық аяқтарын әбден қызарғанша қуырып алдым. Соңғы уақытта қызартып қуыру үшін томат пастасының орнына қызанақты пайдаланудым. Оны да ұсақтап турап қостым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай көкөністерді қуырып алдым. Ең алдымен пияз бен қызанақты, кейін тәтті бұрышымызды қуырып алдым да, сәлден соң сәбіз, картоп, асқабақты салып бұқтырып алдым. Ыстық суын құйып бұқтырып алдым. Одан кейін қызарып қуырылған тауық аяқтарын салып, тағы да бұқтырдым. Макарон өнімдерінен Макфаның және Барилланың өнімдерін пайдалануды ұсынамын. Бұл жерде спагеттидің гречкадан жасалынған түрі 7 минутта даяр болады. Ұлыма спагеттиді жеу ыңғайлы болу үшін қақ ортасынан бір бөліп пісірдім. Бұл жердегі рецепт тамақтардың мөлшері тек 3 адамға арналған. Сіздер көбейтіп жасасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Арнама жазылуды ұмытпаңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып кетіңіз.